Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін дәмді, оңай, әдемі салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол шпроттан жасалатын салат. Алдын ала керек азық-түліктің бәрін қайнатып, турап мен дайындап алдым. Керек азық-түліктер: свекла, картошка, пияз, жұмыртқа, шпрот, майонез және тұз қажет болады. Осылайша туралған свекламызды, картошкамызды, пиязымызды осындай әдемілік үшін осындай ыдысқа салып шығамыз. Қасықпен басамыз. Бетіне шпротты көбірек салып, осылайша қасықпен басамыз. Енді бұның бетіне туралған жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып, енді салатты слой-слой қылып осылай әдемілеп салып шығамыз. Бұның бетіне туралған сәбізімізді қасықпен басып салып, татымына қарай тұз сеуіп, майонез жағып, осылай тағы бастырамыз. Онан кейін соңынан картошкамызды салып, қасықпен тағы да осылай басып, тарелкамызға осылай аударамыз. Мінекей осылайша әдемі дөңгеленген, слоеный әдемі осындай форма болып шықты. Енді бұны әдемілейміз. Қасықпен жан-жақтарын жөндеп, майонезімізді көп жағып, осылайша жағып, көк шөптерімізді сеуіп, жұмыртқаның сарысын бетіне майдалап сеуіп, осылайша дастарханға ұсынамыз. Міне әдемі, слоеный, дәмді, өте дастарханның көркі салат дайын болды. Шпроттан жасалған. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Жанар. Комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.